Нәзір Төреқұл 20 ғасырдың алғашқы белеңінде жұлдызы жарқырап шыққан ұлы тұлға. 20-30 жылдары ұлт үшін өлшеусіз қызмет атқарған алаш алыбының бірі. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, журналист, филолог, қазақтан шыққан алғашқы кәсіби дипломат. Ол 1892 жылы Түркістан шаһарына жақын маңдағы Қандөзде дүниеге келді. Әкесі Төреқұл Қоңырат маңғытайлар арасындағы аса дәулетті жан еді. Мақта саудасымен әуелі Самарқанға, кейін Қоқан қаласына орныққан. Заңгерлік қызметпен де айналысқан. Бала Нәзір алдымен Қоқандағы Жәдит мектеп медресесінде 3 жыл бастауыш білім алып, 1903 жылы жергілікті жұрт балаларына арналған орыс мектебінде оқиды. 1905 жылы Қоқандағы 8 жылдық сауда училищесіне оқуға түседі. Қазақтан бөлек өзбек, парсы, орыс тілдерін жастай меңгеріп, арабшаға да тіл сындырған. Кейін 1913 жылы Мәскеу коммерциялық институтында білімін жалғастырып, француз және неміс тілдерін үйренеді. Осылайша 8 тіл білген полиглот атанды. Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында көптен қалмай майданға түскен ол, жерлестерін топтастырып, еркін дала ұйымын құрды. Ал Қазан төңкерісінен кейін жаңа буындағы қазақ лидерлерінің қатарына қосылып, саяси мансап жолын бастады. Газет журнал шығарып, публицист ретінде танылды. Мысалы, 1918 жылы Қазақ мұңы газетін шығаруды қолға алды. Сол жылы жазда Ферғанаға оралып, бірқатар басшылық қызметтер атқарды. 1920 жылдан бастап Нәзір Төреқұл Мәскеуге шақыртылып, бүкіл одақ көлеміндегі жұмыстарға тартылды. Қысқа уақыт ішінде Түркістан оқу-ағарту халық комиссары, Компартия орталық комитетінің жауапты хатшысы, орталық атқару комитетінің төрағасына дейін көтерілді. Бұл кезеңде оның бастамасымен демалыс күні жұмаға ауыстырылды. Ең бастысы, Түркістан ұлттарының дербес республикаларға бөлінісі кезінде Маңғыстау өңірі Қазақстан құрамында қалды. 1922-1927 жылдары КСРО орталық баспасы Шығыс халықтары басқармасының төрағасы болып жүріп, түркілік масштабта көп қайраткерлік етті. Автономия алған ұлттар тілін мемлекеттік тілге айналдыру мәселесін көтерді. Сол тілдерде кітаптар басып шығаруды ұйымдастырды. Түркілердің ортақ әліпбиін жасау жөніндегі комиссияға төрағалық етіп, латын әліпбиіне көшуді жақтады. Аталған басқарма төрағасы ретінде қазақ тілінде Темірқазық атты журнал шығаруды ұйымдастырып, оған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабай сынды қазақ зиялыларын тартты. Шығыс халықтары институтында дәріс оқып, біраз уақыт осы оқу орнында ректор орынбасары қызметін атқарды. Сондай-ақ сыртқы істер халық комиссариатының резервіне қойылды. Тап осы жерде оның аңыз ғұмыры да басталды. 1927 жылдың соңында ол Хиджаз, Недж және оған қосып алынған аймақтардағы, яғни Сауд корольдігіндегі КСРО өкілетті өкілі, 1930 жылдың басында төтенше елші және өкілетті министр болып тағайындалды. Өз кезегінде соңғысы КСРОның сол тұстағы ең жоғары дипломатиялық атағы. Бұл елге елші таңдаудың өзі үлкен саясат еді. Сыртқы істер халық комиссариаты басшылығы Нәзірді өкілетті өкілі етіп тағайындау мәселесіне орай орталық комитетінің бас хатшысы Сталинге жазған хатында оның мұсылман әлемі мен дүниетанымының аса ірі білгірі және Сауд корольдігіндегі күрделі де нәзік саясатты жүргізуге барынша лайық екендігін атап көрсетілді. Бас хатшы бұл ұсынысты қолдады. Араб еліне келгеніне көп уақыт өтпестен іскерлігінің арқасында ол Хиджаздағы дипломатиялық корпус арасындағы ең жоғары дәреже барша елшілердің құрметті төрағасы дуайені болды. Осылайша қайраткер Құм елінде 8 жыл табысты елші болды. Нәзірдің елшілік қызметін арабтар да жоғары бағалаған. Әсіресе оған Әбдел-Әзиз Әл-Сауд король, оның Хиджаздағы өкілі Ханзада Фейсал, басқа да араб лидерлері оң ықылас танытты. Нәзір корольмен және оның отбасы мүшелерімен шынайы достық қарым-қатынас орната білді. Соның арқасында екі ел арасындағы ынтымақтастықтың негізі қаланып, Сауд үкіметі мен Кеңес одағы арасындағы саяси және сауда байланысы нығая түсті. Нәзір Төреқұлов өкілетті өкіл қызметін атқарған уақытта Әбдел-Әзиз Әл-Сауд әскери саяси мәселеде КСРОның көмегіне жүгінуге дайын екенін мәлімдеді. Нәзірдің екі ел арасындағы беделі 1932 жылы Сауд Арабиясының болашақ королі Ханзада Фейсалдың
КСРО-ға сапары кезінде де анық көрінді. Нәзір елдер арасындағы стратегиялық әріптестікті жоғары деңгейге жеткізді. Алайда кеңес басшылығы Нәзірге күдікпен қарай бастады. Қызметінен босатып, елге шұғыл алдырды. Мұнда ол аз ғана уақыт Мәскеудегі ұлттар ғылыми зерттеу және басқа да институттарда қызмет істеді. Тек оның тағдыры алдын ала шешіліп қойған еді. 1937 жылдың 17 шілдесінде тұтқындап, кеңес үкіметін құлатуды мақсат тұтқан диверсиялық террорлық пантүркшіл ұйымның белсенді мүшесі деген жалған айыппен 3 қараша күні ату жазасына кесті. Оған Тұрар Рысқұловпен байланыс орнатты. Түркия тыңшысы болды дегенде айыптар тағылды. Алаш жетекшілері Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлын қамқорлыққа алып, баспаға қызметке тартқанын да Кремль идеологтары кешірмеді. Қайраткердің жазықсыз атылып кеткенінен хабардар болған араб королі кеңес одағымен арадағы дипломатиялық байланысты біржолата үзді. Үзіліс Нәзір атылған жылдан бастап кеңес үкіметі құлаған 1990 жылға дейін 50 жылға созылды. Нәзір Төреқұловтың елге сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Олардың ішінде оны өзгелерден ерекшелеп тұғырлап тұрған нәрсе қазақтан шыққан тұңғыш дипломаттығы. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сыртқы істер министрлігінің бастауында тұруы. Сондықтан да болар, онда Нәзір Төреқұлов атындағы Қазақстан Республикасының сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін медалі тағайындалған. Артында Түркістан тарихы сынды және тағы басқа сүбелі туындылар қалдырды. Оның өмір жолы ұлтқа адалдықтың, білімге ұмтылыстың, мәмлегерлік пен қайсарлықтың айқын үлгісі. Өкінішке қарай, оның да қазақта сол шақты жасаған тағдыры ауыр көп қайраткерлер тәрізді балалары Әнел мен Фарухтан ұрпақ жалғаспады. Айта кетерлік жайт, оған қатысты әділет тек кеш орнады. 1958 жылғы 28 қаңтарда КСР жоғарғы сотының шешімімен оған жазықсыз тағылған үкімнің күші жойылып, есімі толығымен ақталды. Бүгінде Нәзір Төреқұл өмірі мен еңбектерін зерттеу жүйелі жүргізілуде. Жоғары оқу орындарына нәзіртану негіздері пәндері мен нәзір оқулары конференциялар өтуде. Кітаптар, ғылыми еңбектер мен деректі фильмдер жарық көрді. Оның есімі мектептерге, көшелерге беріліп, Түркістанда музейі мен мешіт медресесі жұмыс істейді. Нәзір ғұмыр, тәлім ғұмыр.